Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көктем және жаз мезгілінде өте жеңіл дайындалатын екі түрлі салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салаттар 40 қабаттан жасалады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қойыңыз. Бірінші дайындалатын салатымыз бұл майонез қосылған салат. Бұл салатты дайындау үшін бізге 40 қабат қажет және бір қияр, бір дана пияз, жүгері, майонез, кез келген аскөк қолдансаңыздар болады. 40 қабатымызды жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Аскөкті ұсақтап турап саламыз. Бір бас пиязды ортасынан бөліп жіңішке етіп кесеміз. Үстіне тұз сеуіп, капустамызға тұзымыз сіңіп, жұмсарғанша қолымызбен қатты қысып араластырамыз. Осыдан кейін қиярымызды екіге бөліп, оны да жіңішке бөліктерге бөлеміз. Үстіне жүгері қосамыз. Жүгерінің орнына жасыл бұршақты қоссаңыздар болады. 2 ас қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Күрішпен, картоппен жасаған тамағыңызбен ұсынсаңыз, тәбетіңізді ашып, тамағыңызға ерекше дәм береді. Біздің екінші салатымыз майонез қоспайтын, өте жеңіл, иісі мұрынды жарып, дәмі тіліңіздің ұшынан кетпейтін, рушкидің сәнін келтіретін салат. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркелу бастырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Менің қарапайым және оңай жасалатын видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Салатты дайындау үшін бізге 40 қабат, яғни капуста керек, бір дана қияр, бір дана қызанақ, редиска керек болады. Көк пияз, аскөк қалауыңызша қоссаңыз болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қажет. Тұз бен бұрыш салып араластырамыз. Және аз мөлшерде сұйық май қосуға болады. Сұйық май қосу міндетті емес. Сұйық май қосатын болсаңыз, 2 ас қасық сұйық май қосыңыз. Барлығын видеода көрсетілгендей жұқа жіңішке етіп тураймыз. Салатымыз дайын. Салатты жасауға небәрі 5 минут уақытыңыз кетеді. Жасауға ерінбеңіз, ас болсын.